twirl me around the kitchen. Pinot Grigio for two. Love letters are written, live in a quaint little avenue. Candlelit apartment, everything sublime. I can't wait to meet you, my future love of mine. Қайта шоны мені тізген соғысам тоқтап бір күні жатса да. Tulips are 2356 теңге. say that I'm divine. We stare in admiration until the end of time. I love you already, my future love. Не, раньше дизайндар. Басында ойлап осындай жинайын ба деп. Идет, менде бар ғой который. Ол бірақ наданда демдік. We'll talk about whatever, from novels to tangerines. Could lay like this forever, tell stories from when we were teens. Am I crazy to think you're out there? I hope the stars align. Ready when you are, my future love of mine. Akmında yarmanlı ayrılık Dasın kayda karşılar Kaydasın sende kasılır Сәлем, сіздермен бірге Перизат Марвин Меломанның ұйымдастырып жатқан букфесттің типа жабылу салтанаты болады екен. И там желтоқсан тағы верный деді ма, короче, сондай бір группалар выступать ету керек болған. И мен сол жаққа барғам ғой көруге. И почему-то мен инстаграмнан уақытын 4 деп қарадым да, 4 деп көрдім да, сонымен барсам 4-те какой там ештеңе әлі басталмаған, бір кезде 6-да басталады дейді. Сосын мә деп 6-ға дейін, ладно, енді ақыры келдік қой деп күттік. Сосын бір кезде 6-да енді 6-ға дейін күсіп тұрсақ, енді шығады да, типа 6:30-да бірінші группа выступать етеді деп. Сосын ой дедік та қайттық. Потому что мен қазір негізі подружкамның үйіне баруым керек. Ол бір подружкам жалғыз қалам келіш деген еді, сол үшін
ұят болады деп ертерек қайттым. жемеймін, точнее, шайға қосып ішемін. Рөлдерін Мен просто осындай завтраққа нан мен май и үстінен варенье прям күшті өтетін. Ойлайын. күшті андай. Мен Назира андай завтрактарды жақсы көреді. Жұмыртқа мен паштет қылып. Don't take me serious, I'm falling down the rabbit hole to nowhere. I still have faith in love, but my selfish heart makes it hard for me to share that love with somebody new. I don't want anyone, nobody but you, and I don't plan to give up tonight. Кинодан шықтық. Қайрап шығып отыр. Саған ұнады ма? Ұнады, қатты ұнады, прям қатты ұнады. Просто жұмыстағаны бір бақытты адам қалмай қалды соңында бір рөлдер қосылғанда ғой, махаббат болғанда ғой. Андреа мен Гайда қосылды ғой. Солар типа главный герой сияқты қылып қойды ғой мына жақта. Кім ше ана онда күресі 14 жыл түрмеде жатып жаным деп бір. Соны айтамын мен де сол нәрсе. Не Мерседесті, не Гайданы нәрсе еткенде ғой. Надеюсь, ол өзінің махаббатын табады. Бірақ ол адам тұрмайтын аларалға кетіп барды ғой. Анандай просто более реалистично қылған сияқты да. Реалистично типа шал мен қыз жас қызды қоспай ақ қояйық деді ма? Я еще ана уже шал уже жүрегі байғұстың қатайып қалған ғой. Явно Мерседес прям кино қосыла қалмайды. Мысалы Мерседестің байы өлді ғой ше. Соны Мерседес аласыз. Ой, байы өлмеді оның. Өлмеді ма? Жүрегі жұмсартып көрсетті ғой деп өйткені кітапта Альберт өлтірмеді ғой, точно? Я өлтірмеді. Болды. Бірақ ол екеуінің өлтірмеуінің өзі андай. Кітапта просто күшті жеткізеді да. Мамасының келіп сұрағаны бар ма кітапта? Я, сол мамасы келіп сұрайды, сосын негізі Альберт бірінші келіп кешірім сұрап, не отказ береді негізі неден. Тут көрсетпейді ғой, не үшін олардың өлтірмей қалғанын ше. Сонысы қызық болды негізі. Some people think they're always right. Others are quiet and uptight. Others, they seem so very nice. Oh, inside they might feel sad and wrong. Oh no, 29 different attributes. Only 7 that you like. Oh, 20 ways to see the world. Oh, and 20 ways to start a fight. Oh, don't get up. I can't see the sunshine. Oh, I'll be waiting for you, baby. 'Cause I'm through. Sit me down. Shut me up. I'll calm down. Hello. Сәлем. Бүгін жексенбі. Мен бұл влогты бастағаныма уже 3 күн болды. Всегда мен андай романтизировала осылай кітап паркте отырып кітап оқығанды. Сол қазір риза болып отырмын. Күшті болып тұр дала.
күн жоқ, конечно, кішкене салқындау болып бар жатыр. Мына жақ бірақ өте әдемі болып тұр, прям. Жапырақтар неше түрлі цвет болып. Мына кітап туралы айта кетейін ба? Бұл Пачинка деген кітап не туралы? Корея, Японияның қоластында болған ғой. Сол кездегі болған оқиғада прям кәрістердің жағдайы, жапондықтар кәрістерге қандай отношение жасады. В то же время, типа, сол уақытта Япониядағы адамдардың да күн көрісі қандай болған. Сол заманда өмір сүретін бір қыз жайлы, бір отбасы жайлы. Кәрістердің тәрбиесі де негізі біздің қазақтардың тәрбиесіне кішкене келетін байқаймын ше, менталитет жағынан. Сол үшін де андай қаттырақ түсінем ба оларды. Короче, сондай сезіндім осы кітапты оқып отырып. Мына жақта еще тағы бір қатты ұнағаны, ол бір христиан персонаж бар да. Христиан болғанда шіркеуде не дейтін сондайларды, пастор, главный біздің имам сияқты адамдар. И солардың айтқандары прям мынандай христианствомен байланыстыруы, Аллахпен, то есть оларда енді Аллах демейді, но Құдаймен типа байланысы, прям сөздері соған байланысты нелері прям тура мұсылмандарға сәйкес келеді екен да. И сол үшін де қатты ұнады. Плюс ағылшынша, но бәрібір тілі өте жеңіл, түсінікті. Қазір мен осы жерде кішкене 1 сағат кітап оқимын. Бұл жақта қанша бет қалды? 257 бет қалды. Сол бүгінге план. Ладно, давайте. Үйге келдім уже, бір кофейня тауып, сол жақта кітап оқиын ба деп едім, не получилось. Сонымен сразу үйге келіп, қасымызда корейский магазин бар, содан кимпапа алдым. Қатты қарным ашып тұр. Ну тут крабовые палочки бар, мен оны алып тастаймын. Жеуге болмайды дейді ғой. Жаңа паркте андай ғой, камераны ана жерге, мына жерге қойып, бәрібір бүйтіп көңілім бөлініп кетіп. Дұрыс оқи алмадым. Енді былай камерамды салып қойып оқиын десем, күн суып кетті да, аман қатып қалдым да, срочно бір жерге кіру керек болды. И іздеп сол жерде ана кафетерия деген не бар екен, ішіне кіріп қалсам, клиент шетелдіктер там. Что-то өзімді слишком простой сезіп кеттім. Жоқ, бірақ негізі маған сондай нәрсені әсер еткізбей, кіре берейін деген ой болды да менде. Кіріп отырсам, бірақ отыратын жерлерде ыңғайсыз екен. Сосын шығып кеттім. 6 подписчик жиналды. Ура!